39-шы есеп. Екі пункттің арасы 90 километр. Моторлы қайық ағыс бойымен жүргенде осы ара қашықтықты 3 сағатта жүріп өтеді. Ал ағысқа қарсы жүрген кезде осы ара қашықтықты 4,5 сағатта жүріп өтеді. Өзен ағысының жылдамдығын табыңыз. Енді қарайық. В ағыспен жүзген кезде ол 90 километрді 3 сағатта жүріп өтсе, демек ол 30 километр сағат ағыспен жылдамдығы. Ал В қарсы, яғни ағысқа қарсы жүзгенде ол 90 километрді 4,5 сағатта жүріп өтеді. Демек ол жылдамдығы 20 километр сағат болады. Енді бізге өзен ағысының жылдамдығын табыңыз дейді. Өзен ағысының жылдамдығын табу үшін біз В ағыспенен азайтамыз В қарсыны және оны бөлеміз 2-ге. Бұл бізде осындай формула. Демек, 30-дан азайтамыз 20-ны және оны 2-ге бөлеміз. 10-ды 2-ге бөлсек 5 км сағат. Сонда өзен ағысының жылдамдығы 5 км сағат екен. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы А нұсқасы.